назар аударыңыздар. Жинақы мәтін дегеніміз бастапқы мәтіндегі негізгі идеялар мен ақпаратты сақтай отырып, мәтінді ықшамдау және өңдеу. Енді жинақы мәтінді құрастыру жолына қарайық. Бірінші, мәтінді мұқият оқимыз, негізгі және қосымша ақпаратты анықтап аламыз, одан кейін қосымша ақпаратты сызып тастауға болады. Екінші, негізгі ойды білдіретін сөздерді, сөйлемдерді белгілеп аламыз. Үшіншіден, автор ойын, оқиға желісін сақтай отырып, мәтіндегі негізгі ойды ықшамдап жазамыз. Оқушылар, енді тапсырма орындап көрелік. Мына берілген мәтіннен негізгі ақпаратты анықтап, жинақы мәтін жазыңыздар. Бата беру, адал ниет, жақсы тілек білдіруді көздейтін ұлттық дәстүр. Дастархан басында, түрлі жиын тойда, күнделікті тұрмыста кездесетін ірілі ұсақты мерекелер кезінде қуаныш иесіне, жас балаға, жиналған көпшілікке бата беріледі. Сондай-ақ қиын сапар, алыс жолға аттанған азаматқа ақ жол тілеп, бата беру халқымыздың ежелден келе жатқан кең таралған дәстүрлерінің бірі. Батаны көбінесе көпті көрген ақсақалдар мен аузы дуалы билер берген. Бата сұрау өзі қалаған адамнан ықылас пен ризалық, жақсы тілек пен жарасымды алғыс сұрау деген сөз. Бата қысылғанда қуат, қиналғанда медет беріп, әрбір іс-әрекетіңе даңғыл жол ашып, бәле жаладан қорғайды деп есептелген. Сол себепті бата беру өте құрметті іс деп саналады. Бата айтыларда бата сұраушы адам немесе жиналған жұрт алақанын жайып, ишарат білдіруі тиіс. Ал бата айтылып болған соң, бәрі бір ауыздан әумин деп қайрады. Айтсын, айтқаның келсін деп бет сипайды. Міне, құрметті оқушылар, осы мәтінді негізге ала отырып, жинақы мәтін жазыңыздар.